Қажылыққа қазір 5 сағатта ұшып барасың, бірақ шәкәрім сонау 20 ғасырдың басында қалай барды деп ізденем ғой. Сөйтсем, мұнда Абаймен байланысты бір қызық оқиға бар екен. Бір күні 40-қа жақындаған шағында шәкәрімді Абай шақырып жатыр деген хабар келеді. Сөйтіп шәкәрім барса, Абай ақсақалдардың ортасында отыр екен. Шәкәрімге айтады: "Мен сені оқуға жіберейін деп едім. Жақын күндер 40-қа келесің, ақылың толысады, сондықтан сен білім алуың керек" дейді. Негізі ғылым білім, сонау грек, Афины білімі ол Стамбулда. Сен бірінші Стамбулға барасың. Одан ары қарай бүкіл мына дін ғылымы ол Мекке Мәдинада, солай қарай барасың. Одан кейін ары қарай Мысырдағы Александрияға барасың. Бүкіл қаражатты, пұлын өзім көтерем, керек кітаптарыңды ал, сол жақта ғалымдармен кездес, барлық қаражат өзімнен болады. Соған келіссең, осы жерде мына ақсақалдардың көзінше уәдеңді бер дейді. Содан шәкәрім айтады: "Барлық ақшаны өзің көтерсең, онда әрине барам" деп, сол жерде уәдесін береді. Арада жылдар өтеді. 1904 жылы Абайда өте қайғылы сондай бір жыл болады. Балалары бірінен кейін бірі қайтыс болады, сүйікті інісі Оспан қайтыс болады. Енді содан шәкәрімді кездестіріп қап айтады ғой: "Шәкәрім, екеуміз де бір сорлаған адамдар екенбіз. Мына сені оқуға жіберем деп ем, соған жағдайымыз келмей жатыр. Мына жақта қазадан кейін қаза, енді қайттым" деп қатты қайғырады. Сол кезде шәкәрім айтады: "Жоқ, мен ештеңеге қарамастан бәрібір барам" дейді. Сонда Абай айтады: "Ал егер мен қайтыс болып кетсем, саған ақша беретін, пұл беретін, мен болмай қалсам қайтесің" дейді. Шәкәрім айтады: "Ештеңеге қарамай бәрібір барам" дейді. Содан расымен Мағауияның 40-ында Абай қайтыс болады. Ол жақтағы дәстүр бойынша негізі қазаның артын 3 жыл күтеді екен. Бірақ шәкәрім өзінің берген уәдесі бойынша Абай қайтыс болғаннан кейін 1 жылдан кейін жолға жиналады. Сөйтіп қажылыққа қарай сапарға шығады. Әрине алдымен Стамбулда болады, одан кейін Мекке Мәдинада болады, бүкіл ғалымдармен кездеседі. Міне оның бір қажылыққа бару оқиғасы осылай болған екен. Содан шәкәрім өзінің осы Мекке Мәдина сапарынан кейін айтады: "Мен адам қатарына осы барып білім алғаннан кейін барып қосылдым" дейді. Ал біздің баспамыздан жақында осы шәкәрімнің осы қажылық сапарынан кейін, қайтып келгеннен кейін жазған "Мұсылмандық кітабы" деген кітабы жарық көреді. Баршаңызды сол кітапты оқуға шақырамын.